Сәлем қыздар, бүгін машинкаға жіп сабақтап үйренеміз. Сіздерге менің көмекшілерімді көрсетіп қояйын, жүрекшелеріңізді аямаңыздар. Ал енді іске кірісейік. Осы менің алтын көмекшілеріммен сіздерге күнде пайдалы видео түсіруге тырысып жүрміз. Каналымда әртүрлі пайдалы мастер-класстар бар. Алдағы уақытта түрлі қызықты, пайдалы видеолармен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Машинкаға жіп сабақтағанда тек қана астыңғы бөліміне мұқият болыңыздар. Жіп сабақтағыш өзі бар. Жіп сабақтаған кезде бірден жұлып алмайсыздар, себебі мына бөлігінде кішкене көрінбей тұр. Сол жерде ілгек бар. Сол ілгек өте нәзік, сол сынып кетуі мүмкін. Ал онсыз жіп сабақтауға біраз уақытыңызды кетіресіз. Міне видеодағыдай көрсетілгендей жасасаңыздар, сіздерге бытовой машиналарыңыз ұзақ қызмет көрсетеді. Әр тігін тіккен сайын шөрнектің бөлімін тазалап тұрыңыздар. Егер машинкада бір ақау байқаған болсаңыз, өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, бірінші мастерлерге көрсетіп көріңіз. Негізі машинкада жіптің түзу болмауы, шайнауы, астыңғы жіптің үстіне шығып кетуі осы дұрыс сабақтамағаннан болады. Міне шөрнекке де салу жолын көрсетемін. Дәл осылай саласыздар. Осы кезде тық етіп жіп ішке қарай кіру керек, және де ол сағат тілімен айналу керек. Қазір жіпті тартқанда шөрнектің ішінде сағат тілімен айналады. Осылай саласыздар.